Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйла-гүл. Бүгін мен сіздерге картошка по-деревенски жасап көрсететін боламын. Қонақ келгенде дастарханның көркін ашатын және де балаларыңыз сүйсініп жейтін тағам түрін міндетті түрде сізде дайындап көріңіз. Өте дәмді және де аузыңызда еритіндей жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен картошкаларымызды тазалап, жақсылап жуып аламыз. Егер де сіздер қабығымен қолданатын болсаңыздар, міндетті түрде осылай тазалап, щеткамен жақсылап жуып алуларыңыз қажет. Енді картошкаларымызды екіге бөліп, әр бөлігін 3 бөлікке бөліп тураймыз. Дәл видеода көрсетілгендей осылай турайсыздар. Енді картошкаларымызды отқа қоятын ыдысқа салып қоямыз. Барлық картошкаларымызды дәл осындай әр бөлігін 3 бөлікке видеодағыдай турап аласыздар. Ал қымбатты достар, егер де сіздер менің каналыма келген жаңа оқырманым болсаңыздар, онда осы қазақша контентті каналдың өсуіне, ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Каналға тіркеліп және де видеоның астындағы поделиться батырмасы арқылы жақын туыстарыңызға, таныстарыңызға, достарыңызға бөлісе жүруді ұмытпаңыздар. Әрине, сіздерге каналға тіркелу оп-оңай, ал мен үшін өте маңызды. Осы каналдың ары қарай дамуына, өсуіне өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Енді дайын картошкаларымыздың үстіне салқын су құйып, отқа қойып қайнатамыз. Тұз қоспаймыз, себебі тұз қоссақ, біздің картошкаларымыз езіліп кетуі мүмкін. Қайнағаннан кейін 3-4 минут шамасында қайнатамыз. Енді картошкаларымызды оттан алып сүземіз. Барлық картошкаларымызды суынан сорғытып, дәл осылай сүзіп аламыз. Картошка по-деревенски өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір көптеген ресторандарда, кафелерде дәл осы менюді ұсынады. Жанына сливочный соуспен спагетти немесе грибы ұсынсаңыз болады. Енді сүзгіден өткен ыстық картошкаларымыздың үстіне дәмдеуіштерімізді қосамыз. Тұзымызды, бұрышымызды және дәл осындай сушеный чеснок пайдаланамыз. Барлығын видеода көрсетілгендей осылай қосып шығасыздар. Енді паприкамызды қосамыз. Мен 1 шай қасық көлемінде қостым. Енді оливковый масло қоямыз. 3 шай қасық қостым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша және картошкаңыздың көлеміне байланысты қосып көбейтіп жасасаңыздар болады. Мінекей барлығы қоспамызды қостық. Жақсылап араластырамыз. Осы кезде духовкамызды қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Енді пергамент қағазы төселген противенімізге барлық картошкаларымызды салып, дәл видеода көрсетілгендей осылай жасап шығасыздар. Картошкаларымыздың қабығын ашып қолдансаңыздар да болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мен қабығымен қолдандым және де көлемдері біркелкі картошкаларды пайдаландым. Сол кезде сіздің картошкаларыңыз әдемі, өзінің барлық формалары бірдей болып шығады. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Әрине, жасыл шөптерімізсіз бола ма? Тағамыздың дәмін келтіретін жасыл шөптерді де пайдаланамыз. Мен кенза пайдаландым. Қалауыңыз бойынша укроп немесе петрушка пайдалансаңыз болады. 2 дана чеснокты пайдаландым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша көптеп қоссаңыздар да болады. Духовкадағы картошкаларымыз піскенше осы көк шөптерімізді дайындап турап аламыз. Енді ароматы деген сөзсіз барлық бөлмені иісі мұрныңызды шалатын болады. Сондықтан міндетті түрде осы рецептті сіз де дайындап көріңіз. Біздің картошкаларымыз дайын болды. Дәл осындай ыстық қалпында ыдысымызға салып, үстінен көк шөптерімізді және де чесногымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл тағамды қонақ дастарханында ұсынсаңыздар да өте дастарханыңыздың көркін ашатын және де қонақтарыңызды таң қалдыратын, ерекше дастарханыңызға вид беретін тағам түріне жатады. Сондықтан міндетті түрде жасап дайындап көріңіздер. Және де бұл тағамның жасалу жолы өте оңай. Қонақтарыңыздың келуіне жарты сағат уақыт қалғанда духовкаға салып алып, дәл осындай ыстық қалпында қонақтарыңыздың алдына ұсынсаңыздар, өте аппетитіңізді ашатындай керемет видпен шығады. Сондықтан міндетті түрде дәл осылай сіз де дайындап көріңіздер. Қасына кез келген соус түрін ұсынсаңыздар болады. Мен осындай қарапайым кетчуппен ұсынатын боламын. Біздің картошка по-деревенскийіміз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ және де сіздің аппетитіңізді ашатындай ерекше вид беретін осы тағам түрін сіз де дайындап көріңіздер. Әрине, бұл гарнир түрінде жүреді. Қасына сливочный соуспен кез келген
спагетти немесе грибы ұсынсаңыздар болады. Қабығымен қолдансаңыздар да болады. Мен сіздерге қабығын алып осылай көрсетіп жатырмын. Өте жұмсақ болып шығады. Және де бұл тағамның ең керемет жері келесі күніне қалса да өте жұмсақ қалпында сақталады. Видеоны соңына дейін мұқият көргендеріңіз үшін баршаңызға рахмет. Ас болсын.